Менің есімім Раяна. Мен 5 жастамын. Раяна, бүгінгі зертханамызға қош келдің. Ендеше зертханалық жұмысымызды бастамас бұрын, мен саған мына бір жемісті көрсетейін. Не екенін білесің бе? Иә, бұл лимон жемісі. Дұрыс айтасың. Ал тағы не білесің лимон туралы? Бұның пішіні сопақша, түсі сары, дәмі қышқылдау. Керемет, тамаша. Лимон өте пайдалы. Бұның қышқыл дәмінен бөлек, біздің организмімізге пайдалы дәрумендері бар. Темір, калий деген. Есіңе сақтап ал, жарай ма? Жарайды. Раяна, бүгінгі тәжірибемізді бастамас бұрын, біз сол тәжірибемізге қажетті заттармен таныса отырайық. Ол үшін бізге керек тәтті бал, бос құтылар. Мынау не? Шар. Дұрыс айтасың, ал мынау? Лимон. Дұрыс, жаңа өзіміз танысқан, ал мынау ас содасы, мынау майша. Шамды жағып өшіру үшін сіріңке пайдаланамыз. Бұл жерде бір кішкене ғана қауіпсіздік ережесін сақтап өтейік. Кішкентай балаларға Ұстауға болмайды. дұрыс айтасың, себебі? Себебі оның оты өте Қауіпті. Тамаша, өте жақсы. Оны біз былай алып көрейік. Жарай ма? Жақсы, ары қарай жұмысымызды бастайық. Ол үшін бізге мына бос құтыны аламыз, және де күнделікті ас содасын аламыз. Ал ас содасының не екенін білесің бе? Сендер үйде пайдаланасыңдар ма? Иә, біз оны жиі пайдаланамыз. Оны ауыздан шық шыққанда, ауыз ойылған кезде жағамыз. Дұрыс айтасың. Ас содасының енді қасиеті өте көп екен. Ендеше біз мына осы соданың үстіне мына лимонның сұлу арқылы шырынын аламыз да осы ас содасының үстінен құямыз. Ал сен шарды дайындап отыр. Не байқадың? Көпіршік пайда болды. Дұрыс айтасың. Одан кейінгісі, одан да тамаша құбылыс. Тамаша, әуе шарына ұқсап кетті ғой. Дұрыс айтасың. Керемет болды, иә? Бұндай құбылысты өзің де бірінші рет көруің шығар. Бірақ осы лимонның қышқылы мен ас содасының қоспасы арқылы көмір қышқыл газы пайда болады. Сол газ мына біздің шарымызды үрлеп, әуе шарына ұқсатып тұр. Раяна, біз енді үшінші тәжірибемізге көшейік. Ол үшін мына құтыдағы суды көрдің бе? Иә. Мен осы суды екіге бөлейін. Себебі екеумізге де бірдей тәжірибе жасау үшін. Мына су саған, мынау маған. Енді бір лимон тілімін ала ғой. Мен біреуін алайын. Мен саған қасық берейін. Бұл қасықпен біз енді мына тәтті балды пайдаланамыз. Араластыра ғой. Мен мынаны алайын. Енді осы араластыру арқылы біз келесі тәжірибеміздің нәтижесін байқайық. Ал, ішіп көрші. Тамаша, неткен таңды сусын пайда болды. Дұрыс айтасың. Лимон мен балдың қосындысына керемет сусын пайда болды. Бұның пайдасы соншалықты, суық тигенде әсіресе ішсе, барлық суықты алып шығатын пайдасы өте зор екен. Жақсы, сүрте ғой қолыңда суланып қалса. Енді біз тағы бір керемет тәжірибемен бөлісетін боламыз. Ол үшін бізге қажетті ақпарат және де мына бір лимонның шырынын алайық тағы да. Осы тәрелкеге қысып ала берейік. Және де қылқаламды ала ғой. Енді мына лимонның шырынын қылқаламды батырып, жасырын сурет салайық. Қазір сен сурет сал, маған көрсетпей, мен де саған көрсетпей, өзімнің суретімді салам. Сосын қарап, осы сурет арқылы суретті біз майшамға қою арқылы мен сенің қандай сурет салғаныңды біліп алатын боламын. Жақсы, сал болдың ба? Раяна, суретіңді? Жақсы, енді қылқаламын қой. Сөйтті бері қара. Алдымен менің суретімді қойып көрейін. Қара. Ал, енді мен осы салған суретімді отқа қыздырамын. Не байқадың? Бұл күннің түсі пайда болды. Дұрыс айтасың. Міне, күннің жасырын суреті пайда болды. Ал сенікін тауып көрейік. Міне білініп келе жатыр. Тамаша, мен біліп алдым, сенің суретің гүлге ұқсас, солай ма? Иә. Жақсы, өте керемет екен. Апай, мен шөлдеп кеттім. Сусынымнан ішсе бола ма? Әрине, өз қолыңмен еңбектеніп тапқан сусын қандай дәмді. Ал, сен тобыңда балалармен бөліскің келе ме осы тәжірибемен? Иә. Жақсы, олай болатын болса, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Лимон жемісін жиі пайдаланыңыздар. Өте пайдалы. Сау болыңыздар.